Көктемнің кәдімгі жайма шуақ күндері. Айнала толық гүлдеп, құстар сайрап, күн күлімдеп, жер бетіне нұрын шашып тұр. Мал төлдеп, елдің аузы аққа жетіп, бақшада жұмыс басталған кез. Мұндай күндері жексен де тыныш жатпай, қызу жұмысқа кіріскені қашан. Өзіне серік болған жаман тракторын қыстай жөндеп, жоқ тетігін түгендеп алған. Енді міне елдің егістік таласын жыртып жүр. Әркім әрғалай төлейді, бала шағасын асырауға жетеді. Жанармайында арасында өздері құятындар бар. Күн ұзақ жер жыртып, кешке қарай ауылға қайтқан. Егістік даласынан шығып, тура жолға түсті. Шаршап қалғаны енді сезіле бастады. Қазір үйіне барса, жуынып, шайынып, әйелінің дәмділеп істеген тамағын ішіп, бала шағасымен біраз ойнап, екі аяқты көсіліп тастап, төсегіне жата қалатынын көз алдына елестетіп келеді. Өзіне іштей риза болмағанда ше. Ауылда бұдан басқа ешкімде трактор жоқ. Нағыз науқанның кезі. Елдің барлығы жексен деп, асты үстіне шығып, кезекке тұратын кез. Бұның жаман тракторы болмағанда қайтер еді. Жерлері жыртылмай, істері бітпей қарап тұрар еді. Тіпті өткенде көрші ауылдың бір-екі адамы да келіп кеткені бар. Осындай кезде марқұм әкесі есіне түседі. Елдің баласы құсап оқымадың, қалаға да баратын ойың жоқ. Мына ауылда қалай күн көремін деген ойың бар. Ана Боранбай ескі болса да жаман тракторын сатқалы жатыр екен. Соны саған алып беремін. Дегенде өлердей тулаған. Жүрейін сол май-май болып. Қандай жұмыс бар дейсің дегенде, айдамасаң да аулаңда тұра берсін, уақыты келгенде көрерсің деген. Енді міне соған шексіз риза. Әкесінің көрегендігі қуантады. Үйленіп, отбасын асырау керек болған кезде отырған тракторынан бұл күнде түспейді. Кейде әйелінің өтірік шыны аралас қызғанып, осы жаман темірді маған қарағанда жақсырақ көретін сияқтысың. Кешке дейін қасынан шықпайсың, деп күлетіні бар. Ондайда бұл май-май қолымен мұрнын бір тартып қойып, әрине сенен артық асыраушым ғой, деп қояды. Ауылға жетуге әлі біраз жол бар. Қараңғы болса түсіп қалды. Алыстан бірдеңе ағараңдайтын сияқты, бірақ қозғалар емес. Жақындаған сайын бір орында тұрған ақ көлік екені анық көріне бастады. Қасына жеткенде байқағаны есігі ашық тұр екен. Бірақ адам байқалмайды. Жанынан өтіп барып тоқтады. Көлік таныс емес, ауылдікі болса білер еді. Бір көмегім тиер мына қараңғыда деген оймен есігін ашса жүргізушісі жоқ. Сыртқа қарап бір жаққа кеткен болар деген оймен біраз тұрды. Ешкім көрінбеген соң қайта ішіне үңіліп қарады. Осы кезде барып, бірақ байқады. Артқы жағында біреу бар сияқты. Бірақ үнсіз. Дыбыс шығармайды. Бұған не болып қалды деген оймен тыңдады. Қараңғыдан ештеңе көрінер емес. Сыртқа шығып артқы есігін ашты. Ішіне қарай үңіліп қараса, бір ер адам қимыл қозғалыссыз қисайып жатыр. Бұған не болған? Суық тер арқасынан бұрқ ете қалды. Жаны бар ма? Қалтасынан телефонын шығарып, жарығын жағып қарай бастады. Енді байқады, өлтіріп кеткен екен. Дереу артқа шегінді. Жүргізушісі қайда? Қайдан шыққаны белгісіз біреу зілдей темірмен басынан бір қойды. Көздері қарауытып, есінен танып құлап бара жатты. Айманның мазасы кетті. Балалар баяғыда ұйықтап қалған. Жексеннің бұлай кешігетін әдеті жоқ еді. Тракторы сынып қалды ма екен деп біраз күтті. Құлағын түріп тыңдап қояды. Түн ортасы болған кезде қалғып кеткен екен. Шошып оянды. Далаға шығып тыңдап біраз отырды. Мүлгіген түн тыныштығы өзін қорқыта бастады. Ұялы телефонына қоңырау шалғаннан пайда жоқ, дыбысы шықпайды. Түн ортасында елді шошытып, кімге қоңырау соғатынын білмеді. Осылай таң атып, бірінші қайнағасына қоңырау шалды. Іздеу жұмыстары басталып, ауылға қайтар жолда жексенің тракторы табылды, бірақ өзі жоқ. Ауыл жігіттері атқа отырып та жаяу жүріп тездеді, бірақ жексен табылмады. Есі шыққан Айман 3 баласын құшақтап қала берді. Сол түні жолға шыққан Нұртай мен Гүлмира Амантайды алдап алып шығады. Бар ойлары құжатқа қол қойдырту.
Оған көне қоймайтын болғандықтан ауылға барамыз, біраз демалып қайтамыз деп ауылға қарай тартқан. Орта жолға келгенде әңгіме шиеленісіп, ызаға булыққан Нұртай Амантайды пышақтап өлтірді. Есі шыққан Гүлмира шыңғырып көліктен түсе қашты. Нұртайды ондай қылмысқа барат деп ойламаған. Ессіз далада Гүлмираның артынан қуып жеткен Нұртай ұрып жығып талдырды. Гүлмираны иығына өңгеріп алып көлікке қарай жүрді. Алыстан дарылдаған дауыс естілді. Трактор тура өздер тұрған жолмен жақындап келеді екен. Гүлмираны жерге түсіріп, өзі де жата қалды. Оларды трактор ішіндегі адам байқамады. Өтіп барып тоқтай қалды. Көлікке келіп ішін қарай бастады. Қап, мынаның қорлығын-ай деп тістеніп алып, жаймен орнынан тұруға ыңғайланды. Тракторшы қараңғыда мұны көретін емес. Енді артқы есікті ашып ішке кірді. Қалай кірсе, солай тез атып шықты. Қолына алдыңғы есіктен аяқ жақта жатқан темірді алып үлгерген Нұртай тракторшының басынан оңдыртпай ұрып жіберді. Ол есінен танып құлады. Енді қарап тұруға болмайды. Жол үсті тағы біреулер келіп қалуы мүмкін. Дереу шешім қабылдап, көліктің артқы бөлігіне тракторшыны тығып тастады. Анадай жерде жатқан Гүлмираны жұлқып тұрғызды. Ол енді есін жинап қалған екен. Дыбысыңды шығарма, әйтпесе сені де өлтіремін, деп аузын басты. Тұр, тез көлікке отыр, бұл жерден кету керек, деп көліктің алдыңғы жағына отырғызды. Тракторды көрген Гүлмира қолын созып көрсетіп еді. Үндеме, өшірніңді, деп зекіп тастады. Көлікті от алдырып жүріп кетті. Ауылға кірмей қасынан өте шықты. 200 шақырымдай алыстаған жерде жолдан шығып тоқтады. Көліктің артқы жағын ашып, тракторшыны жол шетіне тастап кетті. Оны жерге тастаған кезде ыңырсыған дауысы шықты. Тірекен дегендей бір қарап көлігіне отырып кете берді. Амантайдың денесінен басқа жерде құтылды. Келесі күні кешке бірақ Гүлмира екеуі қалаға қайтты. Істеген қылмыстарының ізін жабу үшін біраз жоспар құрастырды. Ес-түссіз жатқан Жексен көзін ашқанда айнала жарық күндіз еді. Ең алғаш сезгені тамағы кеуіп қалыпты. Бас ауыратын сияқты. Орнынан тұрып жан-жағына қарады. Айнала шексіз дала. Өзі жолға жақын жерде тұр. Не істеп тұрғанын білмейді. Бас ауған жаққа қарай жүріп кете берді. Қанша жүргені белгісіз, аяқтары басыртпай тұрған жерінде құлады. Сол жатқаннан келесі күні малын бағып жүрген қойшы тауып алды. Атына былқылдаған денесін әрең көтеріп үйіне келді. Атына өңгеріп бір адамда келген әкесінің алдынан Айғаным шықты. Екеулеп үйге кіргізді. Киіз үйдің бір жағына көрпені төсеп жіберіп жатқызды. Бұл үйде қойшы әйелі, қызы үшеуі ғана тұратын. Қойшы күн ұзақ өріске кеткенде Айғаным шешесі екеуі қалады. Осыдан 2 жыл бұрын қан қысымы көтеріліп, бір құлап тұрған шешесін тастап кете алмай айналшықтап жүрген. Қартайған ата-анасына қарап жүрген түрі. Қойшы белгісіз адамды әкеліп тастап, қайта малға кетті. Айғаным шешесі екеуі бір-біріне қарап, бейтаныс адамды зерттей бастады. Су әкеліп аузына тамызды. Денесінің қызуын түсіріп, есін жинағанда тамағын берді. Сәл бойына күш жинаған Жексен жаймен көзін ашты. Бірақ өзінің кім екенін білмейді. Келесі күні қойшы сайлау Жексенді тергей бастады. Қай жақтан боласың, балам? Жауап жоқ. Атың кім? Тағы жауап жоқ. Сөйлей аласың ба өзі? Дегенде бірақ басын изеді. Сөйлеші ғане, даусыңды естейік. Бірдеңе айт. Не айтамын? Қай жерің ауырып тұр? Басым, деп басын ұстады. Сөйлей алады екенсің. Кім екеніңді ұмытып қалғансың ба? Тағы үнсіздік. Енді әйелі мен қызына қарап, 1-2 күн бақылайық, болмаса ауылға бару керек деді. Сол 2 күн ішінде Айғанымға жақсы болды. Үйдегі отын жару, от жағу, біраз тірліктеріне жұмсап, жұмыстарын жасатып алды. Арасында сонымен сен кімсің, есіңе түспеді ме, деп сұрақ қояды. Ондай кезде Жексен ойланып тұрып қалады. 3-ші күн дегенде әкесі, бүгін малды өзің жайғастыр, мен мынаны ауылға апарайын, басымызға пәле болып жүрмесін,
деді. Жексенді ертіп ауылға келді. Ауыл участковойына бірден барды. Бұл ауылдың участковойы іші пысып не істерін білмей отырған. Кеше ауылда көкпар болып, арты той, бүгін аздап бас ауырып отырған. Есіктен кірген қойшы сайлауды көріп, "О, ата, қайдан жүрсіз?" деп қолын созды. "Мынауыңыз кім?" дейді қасындағы адамға қарап. Балам, осы адамның шаруасымен келіп отырмын" деп әңгімесін айтып берді. "Сонда қалай, кім екенін білмейді ме?" "Білмейді." "Тұра тұрыңызшы, өзім сұрайын" деп Жексенге қарады. Бастан аяғына дейін үстіне қарап зерттеп алды. Үстіндегі киімдері де онша емес. Жұмыс киіміне ұқсайды ма? Бұлай шаштары өспеген, бүгін сақалын қырғаны көрініп тұр. "Иә, азамат, аты жөніңіз кім болады?" деді бақырая қарап. Үн жоқ. "Қайдан боласың?" "Оның барлығын сұрадым." "Сонда кім екеніңді білмейсің бе?" "Білмеймін" деді иығын көтеріп. "Мынау қызық екен, дәрігерге көрсету керек қой" деді. "Мен қазір суретке түсіріп алайын, елден сұрастыру керек. Сіз мына жерге жазып беріңіз" деп қойшыға таза парақ пен қалам ұсынды. "Ой, қарағым, не жазамын сонда?" "Болған жағдайды жазып беріңіз." Мен қалам ұстабағалы қай заман? Өзің жазсаңшы, мен айтып отырайын. Қате жазып ұят болып жүрер" деді қойшы. "Ой, сізде әкеліңіз" деп жаза бастады. Аяқ астынан жұмысының көбейіп кеткеніне қынжылып отырған сияқты. Жазып болған соң қолын қойдыртты. "Енді не істеймін?" "Үйіңізге алып кетіңіз, мен қайда апарамын? Бір хабары келгенде өзіңізге айтамын" деді. Енді далаға тастасын ба? Дымы құрып, Жексенді үйіне қайтадан алып келді. Оның қайтып келгеніне Айғаным іштей қуанып қалған сияқты. "Сол күні сайлау, қашанғы ымдап жүреміз. Бүгін саған жаңа ат берейік. Бүгіннен бастап Марат боласың" дейді. Аты өзгеріп, өмірде өзгеріп, Жексен сайлау қойшының үйінде қала берді. Ендігі Марат пысық болып шықты. Бұл күндері малды Маратқа бақтыртып, сайлау өзі үйде қалатын болған. Қыс өтіп, тура бір жылдан соң жадырап көктем айлары қайтадан келді. Осы бір жылдың ішінде Айманның өмірі өмір болмай кетті. Көз жасы бір күн қорғамады. Есікке қараса, міне кіріп келетіндей болып тұрады. Түсіне кіріп, талай түнді көз ілмей өткізді. Титтей балалары да арасында әкелерін іздеп, ботадай боздап жылап алатындары бар.